Алла сұрмаса кереметті көңілмен біз видеоны бастағалы жатырмыз. Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгін видео қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Сіздермен бірге Алейкум біздің командамыз, біздің Мадияр Пернебай каналына үлес қосқан біздің достарымыз, бауырларымыз, яғни айтқанда біз бір команда, біз бір отбасы. Жігіттер, короче, биыл жыл қалай болды енді? Жақсы. Бір қорытындылайық, бірден сағаттан кейін уже. Қандай жыл болды? Ненің жылы болды? Биыл біздің жылы ғой, досым. Биыл жылан жылы болды. Қумаш? Жылан? Биыл біздің жылы ғой, досым. Жылан кіріватыр. Жылан кіріватыр. Биыл қандай жыл өтті отырсың сен? Биыл ма? Түсініп отырмыз қазір. Үйлерінде суйта, андай оливье істеп жатсыңдар, дайындалып жатсыңдар, салют алғандар бар, далаға барып пақылдатқа андай атып жүріп алдар ше енді. Сенде хлопушка дейсің. Хлопушка, питар. Сенде питар дейсің, бізде пақылдақ. Пақылдақ. Андай ғой, вайб бөлек, бірақ оңтүстік жақтың вайбын білмеймін енді достар. Қар жоқ. Жоқ, биыл бар. Биыл бар. Биыл салып жардым өзім. Биыл, короче, салютты қарға қатып атамыз десеңіздерші. Жатам Аян, қалайсың? Не жаңағы жоқ пенде. Достар, енді биыл Аян көп көрінбеді. Десек те енді жалпы біздің дәл осы состав көп көрінбеді емес, вообще көрінбеді ғой. Жоқ, кеп көрінді. Конечно, Шанхайда болды, Шанхайда. Думайда болды. Уақыт жоқ. Грамм уақыт жоқ. Бұл сіздердің алдарыңыздағы біздің состав жалпы осы каналға өз үлесін қосқан, осы уақытқа дейін. Не обязательно осы жыл. 2 жыл болса да, 3 жыл болса да алдын түсіріп жүрген жалпы актер жігіттер ғой. Енді достар, сіздерге не үшін мұндай видео түсіріп жатырмыз? Енді келе жатқан жаңа жылда жаңа деммен бастаймыз деген ой. Сіздерге де барлық жақсылық тілеу мақсатында осындай видео түсіріп жатырмыз. Қазір енді әрқайсымыздан жеке-жеке жаңа жылды құттықтау алатын боласыздар. Сол себептен пока асықпай. Достар, сіздерге де дәл осы сообщение келді ма? Онда құрметті көрермендер, тез уақыт жоғалтпай өз бонустарыңызды алып қалыңыздар. Толыққанды сілтемесін бекітілген комментарий қалдырып кетемін. Небәрі менің промокодын терсеңіздер, сіздер де дәл осы 140 теңге бонус алатын боласыздар. Ол болса барша сәттілік тілейміз. Мост өз жеңімпаздарына сыйлығын беруге дайын. Бір осы жылды қорытындылайық. Что-то жігіттер, бір есте қалатындай ең қызық нәрсе не болды өзі? Өлгенде алдап кеткенің бар ғой сен. Қайсы? Қарынды жырт жіберейін деген еді ғой сен. Қайсы? Пельмен жегізген. Жеп жатырмын. Тойып кеткенсің ғой, еркекшеленше. Тойып кеткенсің. Биыл ше ең патолог есте қалған 24 сағат кім алыстап кетеді есте қалды ғой. Да? Сен Стамбул, мен Дубай, короче. Мировой уровень. Мировой уровень. Мен әйтпесе подъезд айдын деп Түсінгендер түсінді, короче. Короче, достар, ең бастысы биыл енді қанша 400-ге кішкене ғана қалды ғой. Кішкене ғана қалды. Мен негізі ойлағам ше, осы жылы сондай 400-ге жеткізсем екен деген сияқты. Енді осы жерде не подписан адамдар көп қазір ше. Мысалы 12-ге де сәл кішкене уақыт қалды. Жаңа жылда может 400-ге жеткізіп барып кіретін шығармыз. Қазірден бастап стопқа қойып подписаться етпегендердің барлықтарын подписаться етіп шығыңдар. Достарыңызға жіберіңіздер, айтыңыздар, мына каналға жеткізейікші. дерзкий контенттер шығады, давай подписаться етіп поддержка етсек деген сияқты. Отбасылар деген группаға да жіберсеңдер. Достар, группаластар, класстас. Таксистердің арасында жүрейік. Что-то Мейрамбек, сенде есте қалатындай не болды өзі? Мен, в общем, биыл көп түспедім бе? Неге түстің ғой? Бәрі жүрдің ғой. Рыбалкада жүрдім. Мейрамбектің есте қалатынды енді бір рыбалка болды, жас рыбалка. Анау кемеде дронмен Иә. Мейрамбектің бұл жолы видеода көп нелері болды, приколдар көп болды. Бодрый болып отыр деген, добрый болып отыр. Жаттама деген нәрсе өтсен, Өкінішке орай қастарына қосып жүре алмадық қайдасы. Неге Ташкенттерге бардық қой? Ташкент шулатқан ек қой, есіңде емес қой? жазғы Ташкентке. Мен барған жоқ ма, сендер бардыңдар ғой? Ташкентке бардық міне біз. Барыппыз ғой біз Ташкентке. Ташкентке шулатты. Арнайы Шымкентке келді. Арнайы Шымкентке Ташкентке келді. Негізі достар, арамызда тағы да бір адам жетіспей жатыр. Мехмон. Негізі достар, арамызда тағы да бір адам жетіспей жатыр. Осы каналға үлесін қосатын Қайыржан бауырымыз да бар еді. Енді өкінішке орай Қайыр батишка где ты? Кімнің аяғынан еш шығады? Надан шығып Құдай қайда мен Ба, спокойно тұрмын, бірақ та иіс бұрқ өтеді ғой. аяқ емілдан кезде шығып отырсың. Сен де опаснысың негізі. Жігіттер, бірақ ше, бір байқағаным, статистикаға жүгінсек, 2020-2021-20-дан жоғары қарай ше, осы 2024-те көп видео жүріппіз. 24-те көп видео шықты. Әдемі результат қой бұл деген. Ойбай, бұл не деген сөздер? Бірақ негізі үзіп қойған жерлерде болды.
бірақ десек те негізі активность бізде августтен басталды ғой, короче. не түсірсек те достар әйтеуір сіздер көрсін, сіздер тамашаласын, сіздер үшін әйтпесе кей кезде андай түсіргім келмей қалады. Подписчиктер видео қашан дегеннен кейін барынша тырысып, биыл көп видео шығардық, негізі өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Бірақ основной ше шыққан 60-70 видеоның 80% ма 70% 24 сағаттық челлендж ғой, прикинь. 24 сағат. Биыл 24 сағаттық патологияны қойдық. Поезд дедіңдер ма, самолет дедіңдер ма, шет ел ма, бір қайық қалды негізі ше. Енді ол новый жылда может жаңасынан сол концертте кіріп береміз, Танкі қалды. Танкі? Танк қызық емес ау. Танкі не? Күтіңіздерші, келесі мүмкін қайықпен бірдеңе жарармыз. Андай адамдарға таң қаламын да мен жігіттер. Егер сенің подписчигің 500 мыңнан асып кетеді ау? Негізі асып кетеді. Пайды бит ютубқа саласың, видео саласың. Көріп қалған адамдар или прикол ұстап айта ма? Қашан видео шығады? Жоқ, андай ғой. Отырып қой, қашан шығады? Сол нервқа тиеді екен да кішігірім. Жоқ, ол андай кезде де болады. Подсет етіп қояды да, колокольчик басылмайды, короче. Даже кей кезде ютубтың өзі де қуады ма неге ше, колокольчикті отстайды екен да. И сонымен, короче, көп адамдар байқамай қалып жатады. Соны басып қойсаңыздаршы. Ол былай тұрсын ше, осы жерде мынаны айта кетейінші, достар. Айтадық қой, негізі дәл осы видеоны мен бүкіл каналда видео қаратқан адамдарды подписаться ететін болса, біздің каналда 500 мыңнан асар еді. Өйткені статистикаға жүгінетін болсақ, бізде 75% адам без подписки көреді. Миллион анда асып кетеді. Без подписки, ойлашы. Ол дейтін енді, білмеймін енді. Одан кейін видео түсіргің де келмей қалады ғой. Қашып көреді. Рите, давайте енді жылымыз әрден осылай жақсы өте берсін. Енді давайте бір қиын өткен, бір ауыр есте қалатын нәрсе бар ма? Сонда айтыңдаршы. Сондай заттардың барлығы, жаман заттардың барлығы негізі осы ескі жылдағы ақ кетсін деген ниетпен айтып тастайықшы, короче. Өкпе реніштерін айтып айтсаңдаршы, давайте. Не болды? Қиын дейсің бе? Съемка барысында қиын болған же бір. Рыбалка ғой. Да, қайсы? Анау, зимний. Бол, мен бірге қатып қалдым мен. Отвечаю. Мен неде қиналған едім жазда рыбалкада. Біріншіден астма, екіншіден аллергия оянып кетті. Үшіншіден қыз жазып бәле болды, сейт жоқ. Төртіншіден дәрі таппай кетті. Бірші болып кетті. Массаж ақты. Рыбалкалар қиын. Массаж ақты екеуміз сезінде ма? Қой, массалармен төліп жүреді ғой. Негізі қиын болды дегенде ше, әр контенттің өзінің қиыншылығы бар да, бірақ менде есте қалатын бар ғой ше. Менде, короче, ана ғой. Мамамен Түркияға бардым ғой мен ше. Сол кезде прикинь, багаж жоғалтып аламын ғой, аэропортта ше. Еще ана жерде. Сумкада, чемодан. Багажда, нем багаж олда қоямын? Маштан багаж, Вестан багажды Түркияда апарғанмын ғой. Соқта шатасып кетіп, басқа біреудің багажын етіп қапты. Багажын табамын, бір жарым сағат қиналғанмын, короче. Бірақ достар, статистикаға жүгінетін болсақ, көп челлендждарда жеңімпаз мен болыппын осы жылы. Әлі! Кім соңғы ұйықтайды, гонкалардан, жалпы бүкіл челлендждан өзім. Қандай гонка? Кобальт, не, Лада, айтайын. Қойшы! Өзің шешіп тайсашы, өзің шешіп. Базы ғой. Арамдық жасап кетті әчі. Арамдық өзі қалай қандай еді шарт бойынша? Шарт бойынша? Бірінші жету, Екі кілт бірге. Бір машина оталмаса, екінші машина оталмайды да? Сондай еді шарты. Достар, енді жалпы бүгінгі видеода Аян бауырым кішкене енді аз сөйлеп отыр. Неге? Өйткені достар, ничего нету общего. А? Ничего общего, по факту нет. Жоқ қой. Соңғы кездері каналға да көп көрінбей кетті. Әркімнің өз шаңырағы бөлек. Сол мен 344 қылдым. 340-тан кейін жоқ болып кеттім ғой. Содан кейін қалып кетті. Соңғы бір жыл осы көзге көп көрінбей қойды. Өйткені бұл Чимейге көшіп кетті, Чимейде отырып жатыр, жұмысының бәрі сияқты, оқуының бәрі сияқты. Сол себептен арасынан келіп тұрған кезде контентке түсіп қаламыз. Ең басты биыл есте қалатын тамақ жейтін челлендждардан бір 10 килограмм қосыппын мен. Тамақ жейтін контенттер былай болды ғой, бастан асты. Еще көбісі 24 сағат па? Сол ғой. Екіге бөліп алып, жей бересің әйтеуір. Сіздер үшін жедік енді. Бірақ менікі болмай қалды да. Қайсы? Соңында дон еріп ше. Екінші реванш көреміз ба? Көреміз реванш? Көрек. Бақсам көреміз ба? Көрек, просто андай болды андай. Сен үшін мен негізі ауыр сол болған шығар ма деп жатсам, сен қайда жоқ масаны айтып кетті ғой бір. Жоқ, андай ғой достар, андай майонез. Мен ішім қарын тойған жоқ. Бірақ андайда майонез кетчуптан жүрегім айып кетті ше. Еще коламен андай болып бір түрлі болды. Соны айтпадың ба сол кезде? Қазір ақсумен ішу керек еді да негізі. Сен Қандай ақсу? Таза су, ақсу ше. Қарасу дейді. Қарасу дейді, ақсу демейді ондай. Қарасу. Ақсу деген басқа ғой. Түсінбей қалдыңыз ғой. Қарасумен ішу Айтайда керек сұрап қоймайды еді. еще Аянда. Кетчуп донер болмайды енді ішкі жамайды негізі. Кетчуп ба? Қандай достар? Сөз тезіп отырамыз бір-бірімізге. Болмайды деген донер. Донерді бірақ ешкім жемайды, мен гарантия беремін. Мен өзім жей алмадым. Бірақ бір байқағаным ше, байқадың ба, биылғы контентте
басқа қалаға шығу, шетелге шығу дегендер жақсы болды. Шымкент жағы, Алматы жаққа да көп бардық. Ташкент, контент үшін Алматыға, контент үшін шетелге, Дубайға, Түркияға, даже Кемерге барды шина, Түркияда. В общем, короче, достар, биылғы жыл іс кәсіп жағынан кішкене ауыр болса да, контент жағынан біраз көңіл бөліппіз. Короче, биыл контентті жыртыппыз негізі. Енді барлығы сіздер үшін тағы да қайталанып айтайық, достар. Осындай сіздердің поддержкаларыңыздың арқасында видеолар түсіріп жатырмыз. Барлығы негізі сіздердің арқаларыңыз, осы жерде жиналып отқанымыз барлығы сіздердің арқаларыңыз деп ойлаймын. Еще биыл жардық деп отырсыңдар ғой. Енді 2025 келіп жатыр, 2025-те одан да қатты жарайды да енді. Бір Вестан жарып жіберейік болмаса деші. Не қандай? Без обидно авион. Палуан, Бірақ 2025 негізі бір носы бар, өте қиын жыл болады деп отыр ғой. Кім айтып Год кризиса болады деп отыр ғой. Да? Не деуші еді? Қош бауыр бол. Кризис жыл болады деп отыр. Инфляция. Бір нәрселер айтады ғой алдында. Қиын жыл болады деп отыр. Болжам, сондай болжам болып жатыр екен. Ешқандай қиындыққа қарамаймыз. Сіздерге де достар ондай қиыншылық тілемейміз. Ал енді жігіттер енді Достар, осы жылды бір қорытындылап кетейікші ал енді. қорытындылап қойып анамды. Достар, в общем, кереметтей осындай көңілдімен видеода өз соңына келіп қапты. Айтқан жерлеріміз болса, айтпаған жерлеріміз болса, мүмкін сіздердің естеріңізде қалған жерлер болса, комментар жаза кетіңіздер. Мүмкін біз ұмытып отырмыз. Енді 2025-тің тілегімізді айтып кетейік, енді жалпы оқырмандарымызға жылы лебіздерімізді сіздерге арнап, жалпы алдағы жаңа жылға керемет кішігірім тілек қойса қарсылаңыздар. Қолға не алсақ болады, жігіттер? Маған алып сөйлей береміз ау. Ал, құрметті отандастар деп бастаған ғой, айтам. Так, достар, биылғы жыл енді мен үшін керемет өтті. Сол себепті 2024-ті тек қана жақсылықпен барлығын жақсылап аяқтап бітіргіміз, қорытындылағымыз келіп отыр. Сол себепті жаңа жылда сіздерге 2025 жылда жаңа табыс, жаңа бақыт, отбасыларыңызға береке, сондай-ақ өздеріңізге денсаулық, оқып жатқандар оқуларын аман есен бітіріңдер, жұмыс істеп жатқандардың жемісін көріңдер. Ал енді сәби күтіп жатқандар сәбилі болыңдар. 2025 жылда тек қана барлықтарыңа жақсылық, табыс, береке тілеймін. Сол себепті 2025-ті барлығымыз мықты, жақсы күтіп алайық. Уф, айтып болдым ой төр. Нормально шықты ма негізі? Бола ма? Болды. Мико, қосай, Мико! Короче, бірдеңе қолға ұстап айтатын бірдеңе тапып іздеп жүрмін да. Жинасақ бізден не қылайық та. Мынау қалай бұлай жалпы? Әдемі сияқты ғой. Давай, кеттік. Поехали. Ал енді бүкіл қазақстандықтарға тілейтін жаңа жыл құтты болсын. 2025-ті аман есен қарсы алып алайық. Не дейміз енді? Ескі жылға өкпе жоқ, жаңа жылға үміт көп дегендей 2025-те бүкіл нелеріңізді, бизнестеріңіз, жұмыстарыңызға сәттілік берсін, берекесін берсін. Тағы басқа не деймін, отбасыларыңыз аман болсын, деніңіз сау болсын. И сосын 2025-те бойдақтарың бүкіл үйленіп алыңдар. Қыз табу қиын кәсіпті. Не дейміз енді басқа? 2020-25 құтты болсын. Ағайындар, сол үшін ақ қойып. Болды, мен айтарым сол. Осындай бәрін көрсіз деп осыны ғой, отырған нәрсені баласы айтты. Қолыма атасында дәреді, жігіттер. Атасына кеттік ал. Ал ағайындар, мұна келе жатқан 2025 жылы жақсылап тойлап алып, 1-2 аптадан кейін жұмысқа шығып, атасына дәреді. Жұмыстан айырсаңыздаршы. Не деймін енді, халқым, ең басты өздеріңіз денсаулықтарыңызға қараңыздар. Көп сөз боқ сөз демекші. Келесі жыл сіздерге шаттықпен бақыт алып келсін. Бәрі мощный қызықты сәтті алыпты, мен де мына жерде фандастырып қойдым. Так, маған байлап тастапты. Ал. Қайтып істеріңіз ана. Ал так достар, баршаңызды келе жатқан 2025 жылмен құттықтаймын. Жастарыңыздар жас қосылай берсін. В общем, достар, 2024-те біраз қиыншылықтар да болды. Бәріміздің басымыздан неше түрлі жайттардан өттік. Жақсы жаңалықтар да болды. 2025 жыл тек қана жақсы жаңалықтар алып келсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Жалпы әлемде тыныштық болсын. Барлығымыз отбасымыз аман болсын. Армандарымыз орындалып, мақсаттарымызға жете берейік.
сіздерге баршаңызға сәттілік тілеймін, бақытты болыңыздар. В общем, достар, мерекелеріңізбен құттықтаймын от души. Негізі бір ел жұрттар сияқты бокал вино бірдеңе жоқ па еді? Бір қымызынан ба, че там бәріміз пластик салып жатық па? Короче, мына жерде не көріп тұрсаң соны таңда десе, иә? Бір микрофон ұқсайды. Мынау келеді ау. Мынаны көрейік. Ал достар, мінекей 2024-мізде осымен бітіп қапты. Жалпы жыл қорытындылап жатырмыз. Біреуге жақсы өтсе, біреуге қиын өткен шығар. Енді негізі мен алдыңғы жылмен салыстырған кезде 2024 кішкене мен үшін ауыр өтті. Не үшін екен деп былай зерттедім. Оказывается, биыл 2024 біздің мүшел жас, біздің ұлы жылымыз, өз жылымызды шығарып салып жатырмыз. Негізі көп жағдайда айтады ғой, өз жылында мүшел жаста адам үйленбеу керек, болмаса бірдеңе бастамау керек деген сияқты ғой. Енді білмеймін, қайсысына сенеміз, сенбейміз. Әйтеуір десек те мен үшін ауыр өтті. Сол себептен еш мұңаймаймыз. Құдай қаласа 2025-те жаратын боламыз. Сіздерге де достар мол бақыт, керемет кәсіптеріңізге нәсіп тілейміз. Қазіргі таңда енді көп адамдардың аузында ең басты тілейтіні әрине байлық. Сіздерге де сондай байлық тілейтін боламыз. Денсаулықты ұмытпаймыз. Денсаулық мықты болса, қалғанның барлығын сатып алуға да болады. Достар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Мінекей қазір бірер сағаттан кейін жаңа жылымызға кіріп келмек. Аман-есен отбасыларыңызбен күліп, ойнап, кереметтей көңіл-күймен қарсы алыңыздар. Осылайша біздің видеоны тамашалап жүре беріңіздер. Сіздерден керемет қолдау болса, бізден осындай керемет контенттер шығып отырады. Олай достар, алдағы келе жатқан жылан жылы баршамызға құтты болсын. 2025 баршамызға құт береке алып келсін. 2025 құтты болсын. Олай достар, бүгінгі видеомыз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, не істейміз? Лайктаймай басамыз, комментарий жазамыз, и сосын ауылдағы группаға WhatsApp-тан жібереміз. Ұмытпай отырды анау. Олай достар, осындай кереметтей көңіл-күймен біздермен қоштаспаймыз. Жайғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар. жаңа жыл құтты болсын.